Хамеге сәлем, бұл арнаулы ракурс. Тыныш, абадан хам тату орайлық Азия. Өткен хапте хам жумақланып атырған айдың сыртқы сияси уақиялары глобаллық хам геосияси турбулентлік дәуірінде. Кіші мемлекетлер жақында ғана регионда кескінлік келтіріп шығарған мәселелерге дипломатия арқалы ноқат қойып отырғанын бүткіл дүнияға көрсетті. Шекараларды демаркациялау, су ресурсларын басқару хам транспорт логистикасы мәселелері бүгін прагматизм хам стратегиялық шерікілік рухында додаланбақ. Президент март айының соңғы күнлерінде Қазақстан жетекшісінің мұрат етуіне бола Алматыға барды. Статусы бойынша жұмыс бабындағы хам рәсми емес характерге ие болған бұл сапарды бағдарлама бойынша толық рәсми сапар сипатында белгілеу мүмкін еді. Медеу биіктау кластері хам Милли көркем өнер музейіменен танысудан барат мәдени бағдарламадан тысқары сөйлесулерде президентлер екі тәреплеме қатынасқыларды хам біргеліктегі жойбарларды бұнан былайда рауажландыру мәселелерін додалады. Өзара қатынасқылардың қазіргі дәрежесі ең жоғары дәрежеде деп табылмақта. Товар алмасу көлемі жыл басынан берлі 14%-ке өспекте. Аймақлар аралық тығыз байланыстар хам мәдени гуманитарлық алмасулар рауажланбақта. Өзбекстан, Тәжікстан хам Қырғызстан президентлерінің Ходженттегі тарихи ұшырасуы аймақлық келіспеушіліктер хам сенімсізліктің құрамалы басқышларын өтміште қалдырып, регион тұрақлы тынышлық хам бірге ислесуге қарай ілгерлесіп баратырғанының дәлелі болды. 31 март күні Мухаддес Рамазан хайты күнлерінде президентлер үш мемлекет шекараларының тұтасқан жері хақындағы тарихи шартнамаға қол қойды хам мемлекет басшыларының біргеліктегі декларациясын қабыл етті. Мемлекетіміздегі ең ұлы байрам күнлерінде Ходжент біргеслесу қаласына айланды. Ұшырасуда Өзбекстан, Тәжікстан хам Қырғызстан мемлекетлік шекараларының тұтасқан жер хақындағы шартнамаға қол қойылды. Тарихкер 10 жылдар дауымында ислеген хүжет үш мемлекет арасындағы соңғы аймақлық белгісізлік ошағын сапластырып, құрамалы делимитация процесін жұмақлады. Үш шекара тұтасқан жерде жетекшілер достық стеласын салтанатлы түрде ашты. Аспанға көтерілген үш қырлы обелиск тек қана архитектуралық символ емес, ал орайлық Азия регионын теңлік хам өзара хөрмет принциплері текарында құрып атырған жаңа реалықтың көрінісі болды. Жетекшілер хам делегациялар халық сейілерінде қатынасты, дәстүри тағамлардан татып көрді. Үш мемлекет көркем өнер шеберлерінің концертін тамашалады. Байрам регион халықларының мәдени хам рухи бірлігінің рәсми емес, бірақ күшлі көрінісі болды. Самарқандта Европа ауқамы хам орайлық Азия мемлекетлерінің тарихтағы бірінші саммиті жұмақланды. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің басшылығында Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан хам Түркменстан жетекшілері, сондай-ақ Европа кеңесінің басшылығы Антонио Кошта хам Европа комиссиясының басшылығы Урсула фон дер Ляйен шерікіліктің ахметлі мәселелерін додалады. Өзбекстан тек қана қабылдаушы сипатында емес, ал аймақлар арасындағы байланыстарды бекемдеудің белсенді интакері сипатында да харекет етті. Президент Шавкат Мирзиёев кейінгі 7 жылда орайлық Азия хам Европа ауқамы арасындағы товар алмасу көлемі 54 миллиард евроға жеткені. Бұл экономикалық біргеслесудің өсіп баратырғанынан дерек екенін атап өтті. Саммит көп қырлы қатынасқылардың жаңа басқышына баслану нұқаты болатығына үміт білдірді. Саммит дауымында біргеслесудің сауда хам инвестициялар, транспорт хам логистика, энергетика хам шикізат ресурслары, санлы трансформация сияқлы текарғы бағдарлар белгілеп алынды. Европа комиссиясы басшылығы Урсула фон дер Ляйен транспорт, энергетика хам санлы байланыстылық тарауындағы жойбарларды қолдап қуатлауға қаратылған Гейтвей басламасы шеңберінде 12 миллиард евро мағдарындағы инвестициялық пакетті жариялады. Мемлекетіміз басшысының өткен жұмыс хаптесі міне ұсынарменен есте қалды. Оқиғалардан тұрақлы хабардар болу үшін президент мәлімдеме қызметінің рәсми бетлеріне ағза болың. Қош, саламат болың.